Қазақ ұлы халық, қазақ ер халық, қазақ текті халық. Кейбір аузы сасыған тексіз текелердің оттаубай әңгімелерін көргенде Құдайдың әділдігінен үміт етем. Өйткені қазаққа қарсы сөз айтқан адам екі дүниеде де оңбайды. Мен атым Алмас Алтай, әңгіме сол баяғы Сатқын Серікжан туралы. Қаулайлым, қаулайлым. Менің видеоларым ол Сатқынға сөзсіз жеткен. Осында отырған жандай шаптар жеткізген. Тіпті одан мен туралы пікірде сұрағам. Бірақ оның айтатын ештеңесі жоқ. Өйткені қазақты боқтап, қазақты тілдеп жүрген мен емеспін. Қалған қазақ қырсықтысың, лайық баспайтын. Саусағыңды күбірткі жесін. Мен Маңғыстауда туып өскен қазақпын. Ол сияқты не тегі, не түбі белгісіз. Қайдан шыққаны беймәлім, жын емеспін. Айтпақшы, мына видеоны көріңіз. Көз алдында оның қалыптасу, шарықтау шегіне жеткеніне дейін көз алдында көрген Серікжан Біләш деген популист бар. Ол басында бастау жолын мен мынадан көрдім. Басында ол негізі қалжың түрінде айтатын. Біз мынау Сәурел Сауытбайдың ісіне барамыз. Оған дейін оны Қазақстан тұрмақ ешбір адам танымайды, білмейді. Көлікте кетіп бара жатамыз. 300 шақырымдай жер, ана Панфилов ауданы. Сонда ол ана өзінің енді бір келген Қытайдан келген қандастардың бір телефон нөмірлерімен чаттар құрып алады. Сол кезде жаңа ойнап, қалжыңдап бір нәрсе айтады. Кейін бізге айтады, мынау мен айтқаныма сеніп отыр мыналар деп. Қалжыңдап айтады. Содан кейін ол түсіне бастады. Неғұрлым жаңағыдай ақылға сыймайтын, неғұрлым бір қиялы бір нәрселер айтқан сайын, оған сенетін тобырдың саны аз емес екендігін. Содан кейін ол мен Трамппен сөйлестім деді, мен Путинге айттым, ана соғыс тоқтатам деді. Қытайдың осы жақын арада құлап қалады деді, Қытай тарап кетеді деді. Мені мәжілістің депутаты, заңгер, адвокат Абзал Құспан бұл алаяқтың қитұрқы әрекетін қашан, қалай бастағанын ашық айтып беріп отыр. Ашық дерек көздерде толып тұр. Бұл алаяқтың кімнің жансызы, кімнің сойыл соғар екені, өткенде кім болғаны, қазір кім екені түгел ашық тұр. Популист, провокатордың нағыз өзі бұл. Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік министрлігінде жүрген кезде бұл нағыз жазалаушы жендет болған. Өйткені ол органның қатарында жүріп жендет болмау мүмкін емес. Міне, фотосы да тұр ашық. Өзінің шибөрілерін маған айтақтап, барып жазыңдар, жауабын беріңдер деп қойып, өзі Америкада отыр. Алыстан айдап салып, қазақты қазаққа шағыстырып, соғыстырып, санын шапалақтап отыр. Санаң бар ғой қазақ, қазаққа жаны ашитын қазақ, Қазақстанда жүру керек қой. Сен неге осыны ойламайсың қазағым? Жалпы бұл Сатқынмен анау Таз Мұхтардың фамилиясында білә деген сөздің кездесуі әсте кездейсоқтық емес. Екеуі де сыртта отырып алып, қазақ ішінен береке мен тыныштық кетіруге тапсырма алған адамдар. Фейсбуктағы мына жазбасын қараңдар. Ақ үйге кіргізетін адам таптым дейді. Ақ үй түгіл, бұл Вашингтонға жете алмай отырған адам ғой. Трамп не істейді бұны? Әлемдік саясаттың құлағын бұрап отырған адам бұндай қайыршымен кездесуге уақыт арнап не істейді? And through this Kazakhs, they want to rule. Қазағым оян, көзіңді аш, санаңды сілкі, айдалада отырып ап, айтақтап отырғандарға ерме, олардың сөзі де, өзі де бес тиын. Тірлік жаса, кәсіп аш, ұрпақ өсір. Тәуелсіз Қазақстанмен бірге дамимыз.